Саламатсыздар ма, әріптестер? Сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы. Бүгін мен сіздерге тест жасайтын тағы да бір тест Wizard деген платформамен таныстырғым келеді. Тест Wizard деп логотипі көрініп тұр ғой, мінекей. Осыны Google-ға іздеу жолағын жазасыздар, осы платформаны табасыздар. Тест Wizard деп отырғанымыз қазақша орысша тіліне баламасы тест волшебник деп аталады. Енді осыған жұмыс жасау үшін бұған тіркелесіздер. Регистрацияны бастап, өзіңіздің логинді ойластырасыз, пароль қоясыз, электронный почтаңызды жазып, регистрация жасайсыз. Мен тіркелгенмін, бұл сайтта бармын, платформада. Енді әрі қарай жұмыс жасау үшін міне создать тест батырмасын басамыз. Енді бұл жерде тест жасау үшін сіз арнайы бұл платформа мұғалімдерге, педагог мамандарға арналған. Егер де сіз мұғалімдерден, ата-аналар жиналысында осындай сауалнама алғыңыз келетін болса, осы платформаны пайдалансаңыз болады. Енді бұнымен жұмыс жасау үшін қазір мынау название теста деп тұр ғой, сол жерге мен мына жерге дайындап қойдым қазір міне. Осыны сіз қандай ата-анасыз деп мен осыны осы жерге жазайын. Енді мына жерге описание деген жерге ата-аналарға арналған сауалнама дегенді алып барайын. Так, оны мына жерге қоямыз осылай міне. Ата-аналарға арналған сауалнама. Енді перейти к редактированию вопросов деп тұр ғой, соған барамыз. Енді осы жерде біз сұрағымызды қоямыз. Мына жерге вариант ответов жазамыз. Мына баллы деген жерде қазір түсіндірем. Мына жердегі бірінші сұрақты алайын. Бірінші сұрақ. Бұны мына жерге қоям. Енді мына вариант ответа тұр ғой. Бұның вариант ответа мынандай болады. Бізде бар ғой, кейде ата-аналар кездесетін сұрақ. Осы міне. Әрқашан жасаймын, келісемін. 3 балл, е? Осыны осы жерге қоямыз міне. Бұл 3 балл болып есептеледі. Одан кейін кейде келісемін. Жарайды. Кейде ғана келісемін, 2 балл. Так, үшінші сұрақ. Келіспеймін. 1 балл. Мінекей. Бұл бірінші сұрақ бітті. Енді тағы да сіз нұсқаңыз болса, онда добавить вариант ответаны басасыз. Мен осымен болды. Енді добавить вопрос. Тағы да біздің екінші сұрағымыз бар ғой. Қазір соны қойып жүрейін. Мына тестпен қалай жұмыс жасаймыз, е? Қазір көрсетейін. Так. Добавить вопросын қоямыз. Енді бізде мына жауаптардың барлығы осы жерге келу керек астына. Мінекей, осылай копировать етіп қоя береміз. Қазір бұл жерде басаяқ 10 шақты сұрақ бар тұғын. 3, 2, 1. Так, тағы да үшінші сұрақты қойым керек қой енді. Так, добавить вопрос. Міне осылай сұрағыңыз біткенше барлығын жазып шығасыз, барлығын. Мінекей, әріптестер, қазір 12 сұрақты жаздым. 13-ші сұрақты қазір қоямын. Мінекей, қойдым 13-ші сұрақ. Енді мына жауаптары осы. Бұны да копировать, ставить жер қойып аламын. Әрқашан келісемін, мына жерге қоям. Келіспеймін, 3-ші жауап міне. Енді осыған байланысты балдары бар. 3, 2, мына жер 1. Так, болды. 10-ші сұрақтың бәрін қойып алдым, мінекей, бүкілін. Енді бізде осы сауалнаманың соңында мынандай бағалау критерийлері болады, балдарына байланысты шығады. Сол міне сауалнаманың бағалау өлшемдері. Осыны жерге қоямыз. Міне перейти к редактированию результатов деп тұр ғой, соған басамыз. Енді осы жерге жаңағы мына немізді қоямыз. Балдық сандарымыз тұр ғой, осыны осы жерге қоямыз. Бәрін реттеп алып, осылай қоямыз. Енді мына жерге нені жазамыз? Мына жерге нені жазамыз? Міне сауалнаманың өлшемдері дегенді қоямын. Сауалнаманың өлшемдері мына жерге қоямын. Так, бұлай. Енді мына жерге қарайық. Бұл неден басталады? 0-ден бастап 39-ға дейінгі балл екен, е? 0-ден бастап
мына 39-ға дейін деп жазып қоямын. Енді все, сохранить тест дегенді басамын. Басып қоямын. Мінекей. Енді мынау біздің сілтемеміз. Осыны біз копировать деп WhatsApp топтарға или ата-аналарға жібереміз ғой. Топтарға солай кетеді. Олар сосын өздері регистрация жасайды, тіркеліп тез-тез. Сосын осы тесттен өтеді. Ата-аналардың тесттен өткен жауабы сізге келіп тұрады, кім қандай ата-ана екен деген сияқты. Енді пройти тест дегенді басып көрейік. Міне, сіз қандай ата-анасыз? Ата-аналарға арналған сауалнама. Басамыз. Кез келген сіздің тастай салып айналысасыз ба дейді. Так, екі балаңызбен қарым-қатынас барысында мойындайсыз. Келесісіне осылай міне сразу басып осылай жасап. На следующий вопрос деген баспаймыз, ол автоматически өзі шығып жатыр. Мен тек осылай тез-тез басып көріп жатырмын. Ата-аналар осылай жасайды. Мінекей мына жерде тест жауаптары көрініп тұр. 36-ның 29 балын алған екенмін. 29 балл. Значит, қай шкалада тұр ол кісі? Мына 16 мен 30-ның арасында, иә? Балаға қамқорлық жасау бірінші кезекте маңызды іс. Сіз балаңызға тәрбиешілік қабілеті бар, тәжірибеден артықша бір қалыпты бағыттағы мақсатпен әрекет етесіз деген ата-ана туралы мына осындай сауалнаманың қорытындысы шығады. Бұл нағыз сынып жетекшілерге, психолог мамандарға қажет. Осындай типтегі тесттерді сіз осылай жасай аласыз. Мінекей, сіз де осы тест Wizard арқылы платформасында жасап көріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.